Сәлем, достар. Бүгін сіздермен өте маңызды тақырып туралы сөйлесемін. Қазір күздің соңғы күндері, ал алдымызда ұзақ та суық қыс күтіп тұр. Сол себепті тауықтар мен балапандарды алдын ала дұрыс дайындап, олардың ауырмай, жақсы өту үшін қамдану өте маңызды. Бүгін мен сіздерге күнделікті пияз берудің пайдасы, оның суық күндері қалай көмектесетіні және қанша мөлшерде беру керектігі туралы толығырақ айтып беремін. Тауықтар мен балапандарға пияз беру бұл бұрыннан келе жатқан халықтық тәсілдердің бірі. Пияздың өзінде табиғи фитонцидтер бар, олар микробтарды өлтіріп, ағзаны суықтан қорғайды. Қыстың алдында иммунитетті көтерудің ең оңай жолдарының бірі осы пияз. Егер тауық салқын түшкіріп, тынысы тарылып жүрсе, аздап пияз олардың тынысын жеңілдетіп, суықты тез шығарып жібереді. Пияз ішек құрттарына қарсы да көмектеседі, яғни құстың ішегін тазалап, тамақты жақсы қорытуына жағдай жасайды. Осылайша қыста тауықтар әлсіреп қалмай, жұмыртқаны тұрақты бере алады. Дегенмен күн сайын көп пияз беруге болмайды. Пияз қышқыл көп мөлшерде берілсе, құстың ішін жүргізіп жібереді немесе асқазанын бұзады. Тіпті шамадан тыс көп бола берсе, қан азаюға да алып келуі мүмкін. Сондықтан пиязды міндетті түрде аз мөлшерде жеммен араластырып беру керек. Үлкен тауықтарға күніне 10-15 грамм, яғни бір ас қасықтай ғана туралған пияз жеткілікті. Ал балапандарға өте аз, шамамен 1-2 грамм. Олардың жеміне немесе сүзбе, жұмыртқа сияқты жұмсақ тамаққа қосып берген дұрыс. Ең дұрысы аптасына 3-4 рет беру. Ал балапандарға аптасына 2-3 рет жеткілікті. Пияздың тағы бір пайдалы жағы суық күндері құстың ішін жылытады. Денедегі қан айналымды жақсартып, ағзаның жылынуына көмектеседі. Әсіресе далада аяз басталғанда, бордақы тауықтар әлсізденіп қалмауы үшін осындай табиғи көмек қажет. Қыста жиі болатын тұмау, жөтел, салқын тигенде пияздың антибактериалды қасиеті өте жақсы әсер береді. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз, пияз тек қосымша көмек. Қыста тауықтардың ауырмауы үшін ең маңыздысы қораның жылы, құрғақ және желсіз болуы. Суық ауа мен дымқылдық барлық аурудың себебі.
Қорада сыз өтпеуі керек, төсеніш қалың болуы тиіс. Суық күндері құстарға жылы су беру қажет, өте мұздай су иммунитетін түсіріп жібереді. Жемі құнарлы, дәруменге бай болуы керек. Аптасына бір рет дәрумендерін беру қыстан аман алып шығатын өте жақсы қосымша. Алдымызда қақаған қыс келе жатыр. Қазірден бастап жақсылап қамдансаңыз, тауықтарыңыз да, балапандарыңыз да ауырмай, қысты тыныш өткізеді. Пиязды дұрыс мөлшерде беріп отырсаңыз, иммунитетін күшейтіп, салқыннан қорғап, жұмыртқалауын төмендетпей сақтай аласыз. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, достар, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болғаныма қуаныштымын.